Ассалаумалейкум баршаңызға. Бүгін 16 қазан, жексенбі. Сол сіздерге бүгін видео көрсетейін деп. Бүгін күн жақсы болып тұр. Мінекей біз төбені уақытша жаптық, профлистпен. Мінекей осылай жабылды, пока уақытша көктемге дейін. Өткен видеода айтып едім ғой сіздерге, төбені жабамыз деп. Жаңағы тақтай қағып, шлак төгіп, бірақ ол жоспар іске аспады. Себебі күн суық болды, жаңбыр болды ма, қар жауды. Балалардың да уақыттары тимеді. Мінекей осылай тақтай қағылды үстінен. Сол тақтайдың үстіне жаңа профлистіні жаңағы төсеп тастадық. Ана шеттерін немен жаңа шуруппен тартып тастадық. Шуруптар көрініп тұрған шығар. Шеттерін по периметру. Ана орта жағына жаңағы темір тастадық, трубаларды. Кейін жаңа бетонный блокты үстіне тастадық. Қазір көресіздер. Пока уақытша осылай төбені жаптық. Екінші қораны. Мына жақ қора. Мына жаққа да лага салдық. Мінекей. Мінекей. Мына жерге мына бөрінен салдық. Бөрінен алдында ойлағам, ана жерді іргені қойып, соған саламыз ба деп. Сосын мына бөріне аяқ астына жатыр екен, соны қоя салдық та, мына шпилькамен ана іргеге тартып тастадық. Сосын скабамен қағып тастадық. Мына бөріне осылай қойдық. Мінекей бұлақ кішкене шығып тұр, 1 метрдей. Білмеймін, бұны кесеміз бе әлде, осылай қалдырамыз ба, кейін көреміз. Енді мына қораның жартысын жаптық енді. Қолымыз тигенше мінекей. Мына лагамен. Мына жақты кейін жабамыз оны. Мына жерге отдушина қойылды. Екі қораға отдушиналарды қойдық. Енді қора болғаннан кейін обязательно отдушина болу керек. Өйткені қора жаңағы отдушинасыз қапырақ иіс болады, жаңағы сыр иіс болады. Сондықтан отдушина болу керек қорада. Сол екі қораға отдушина қойдық, 3 отдушина. Міне балалар мына жерге терезе салып жатыр. Қазір мен төбеден көрсетейін сіздерге. Мінекей, мына профлистін осылай пока жаба салдық. Блоктармен бітіп басып қойдық. Темірлермен. Ортаңғы жаққа жаңа шуруп неткен жоқпыз. Ана профлистіні тесіп қайтеміз оны. Ана шеттерін көрдіңіздер ме? Жаңа шуруппен тартып тастадық. По периметру былай бүкіл, білмеймін, көріне ме, көрінбей ме? Бүкіл шеттеріне жаңағы немен, жаңағы самаразбен тартып тастадық. Ол шеттерін егер шуруппен тартпасаң, ол ертең желмен көтеріп жібереді. Мінекей осылай уақытша жаптық, көктемге дейін осылай тұрады. Енді ішіне не қар кірмейді, не су кірмейді, уже іші құрғақ болады қораның. Көктемге дейін осылай болады. Көктемде кейін алып тастаймыз да, жаңағы басқалай жаңағы шлак төгіп, как положено төсейміз жаңағы профлистіні. Мінекей мынау отдушина.
мінекей мындай лагадан сый салдық. Бұны анау пропиткамен жаңағы бояп тастадық, шермесін деп. Мінекей мына үш отдушин, 2 қораға. Мына қораның екінші жағы мінекей. Жартысына лага қойдық, ар жағына кейін қоямыз. Негізі лага бар, анаған кейін уақыт болса, может, қыста да сый береміз, көреміз енді оны. Осында жұмыс істелді мінекей. Мына жерге міне профлист, 2 профлист. Мына жерге міне жетпей қалды. Соған бушный профлист бартын. Аяқ советский. Соны уақытша салдық, қойдық мінекей. Кейін шуруппен тартып тастадық. Негізі 20 лист алғанбыз. Что-то расчет дұрыс болмай. Негізі 22 алу керек еді. Осындай жұмыс істелді. Пока осылай болады қора.